Ал сәлем достар. Бүгін мен мама 24 саат пранк жасаймын қазір. Мен сабақтан сұранып келдім, типа ауырып қалдым деп, ба? Сұранып келдім қазір мамаға пранк жасаймын. Мам! Сабақтан мен сұранып келдім. Не үшін сұранып келдің? Ауырып қалдым мен. Қай жерің ауырып қалды? Бар жерім. Ой, бұл тыршып-пыршып болып жатқан кезде. Қай жерің жүрт дәрі берейін саған. Жеміз. Қай жерің ауырып жатыр? Температураң бар ма? Температура бар ма көрінші? Жоқ па, температураң жоқ. Жоқ па? Жоқ. Жата берейін онда. Үстіңді ауыстырмайсың ба? Жоқ, шаршап. Киіміңді ауыстырсай балам. Дәрі берейін ба? Қай жер басың ауырып жатыр ма? Иә, дәрі берінші. Дәрі берейін ба? Әзір дәрі берейін. Мама сен қалды достар. Дәрі алайын. Дәрі тауып отыр ба мен. Ал достар, уже кеш болайын деп отыр, мен әлі притворяюсь. Кайф қой. Өтірік алдап мама кетіп қалды. Аяқты бір өз тірлігін істеп отыр, ал мен жатым. Кайф. Әзір. Ау. Сенде температура жоқ па? Бірақ тамағың, мүмкін тамағың ауырып жатқан шығар. Тамағым? Тамағыңа ше, комплекс себеміз. Жоқ, рахмет. Жоқ, рахмет. Өзім себем кете беріңіз. Жоқ, себейін сеппей қойсын сен. Жоқ, сеппей қойыңыз. Аузын қалдырсың ба не сен? Сен мені өтірік алдап тұрсың ба? Иә. Бұның бәрі өтірік, мама. Қорқып кетсем? Бұл анды азаннан бері уже өтірік айтып жүрмін ғой сізге. Пранк сізге. Мама, пранк. Отта ауырмағаның жақсы болды. Бірінші пранк удалса. Екінші пранк қандай пранк істесем болады. Достар, бұл енді екінші пранк. Короче, мынандай ғой. Типа экран сынып қалған мен мынау мен короче, типа лақтырып жіберемін да, мама ұшып келеді. Мынау почти новый телевизор ғой. Қараңыз, шын сияқты, бірақ бұл анда ютубтан осылған қарасаңызшы. Шын сияқты. Ал кеттік енді пранк жасайық та. 1, 2, 3. Ё-моё, мам! Ой-ё! Не болды? Экран сындырып алдым. Әй, нені лақтырып жібердің? Мынау же қолымнан ұшып кетті да, андай экранға кетіп қалды. Экранға қарай шама енді сол. Иә, телевизорға ұшып кетті. Не істейміз енді? Мына жер бәрі сынып қалды, қарашы. Не істейміз енді? Қайт көреміз кино. Новый не аламыз ба? Новыйларыңда арзан емес қой бұндай телевизорлар. Жоқ, қарашы, мына жерге түсірген, қарашы. Үй құлағанда, мына жерге тигенде үй жерге құлаған ғой. Бұл кино көре алмайсыздар. Бір енді. Енді только ноутбуктағы монитордан ғана көре аласыздар. Енді сізге бір нәрсе көрсетейін бе? Не нәрсе? Өтірік па? Алдадың ба? Иә, қарашы, шын сияқты, иә? Разбитый экран деп бәрі ғой. Шынамаған сияқты болып көрінді да, бірақ сынып тұрған сияқты. Ойладым, ішіне сынып кетті ма, мен телевизор. Білмеймін ғой, қалай болатын. Материкасы сынып кетті деп ба? Кәдімгідей. Қорқып кеттіңіз, ә? Иә, енді ғой, телевизор көрмейді, новый телевизор алатын болды қой деп ойлаймын. Сізге екінші пранк. Маған пранк жасап жатсың ба? Иә. Пранк удалса. Ал достар, енді үшінші пранк сенде отырық. Үшінші пранк, короче, мына жақта счетчикті алам да, өшіріп тастаймын бәрін да. Ана мама телевизор көріп отыр, біздің новый видеомызды көріп отыр. Қазір қандай реакция болады, интерес, короче. Соседтерде қосылып тұрады ғой, бірақ біздігі өшік болады. Қандай реакция болады да өшік. Опа. Ау! Ойбу, свет өшіп қалды ма? Ойбу, телевизор көріп отырмыз. Бәріміздің свет өшіп.
Мам свет өшіп қалды ма? Свет жоқ па? Сол свет жоқ енді вообще. Бәрі свет өшіп қалды. Роутерде өшіп қалды мынау. Қарашы, бәрі өшіп қалды. Болды екен. Көршілерде свет бар ма екен? Көршілерде? Көрсетші далаға шығып. Да, көрінші бе? Көршілерде свет бар ма? Көршілерде ән қосылып тұр ғой ана жақта. Ана Фирдоус үйінде. Фирдоус үйінде қосылып тұр. Мам, сол далада қосылып тұр ма? Бәрі де қосылып тұр ғой, жүрсейші мам. Бәрі де қосылып тұр, бізде өшіп қалған. Мама, білмейді біздің пранк екенін. Фирдоустың үйінде бәрімізде бар, бәрі өшіп қалды. Сені отыр ғой. Ау? Не істейміз енді? Енді нені шақырамыз, сантехник. Әнде светке нагрузка түскен. Ой, я, электрикті звондай беріңіз бар. Я өшіп қалды екен бізді. Еще именно біздікі ғой. Ешнәрсе қосылып тұрған жоқ, только телевизор ғана болды. Телевизор ғана, Болатындай, Только біздікі ғана өшіп қалған. Бәрікі қосық. Или кто жүрішка, мам? Мама жүріші, бергенші. На шетке асыч. Сен өшіріп қоғасың ба сонда? Иә. Ой, мен звондай деп отырмын ғой электрикке. Электрикке? Номер бар ма не? Иә, электрик. Өтірік, проверять етеді деп ойлағам. Мен бұл жақтан жағып қосатын білмейді екенмін. Білмейсіз ба не? Бұрыннан бері бар ғой. Мен білмеймін ондайды. Әділет. Сізге пранк. Үшінші ма? Я, үшінші пранк уже. Үшінші пранкті салып қалып YouTube көріп отқан кезде резко өшіп қалды, түсінбей алдыңыз, Көршінің бәрін аралап шықтым. Аяқты Фирдоустікілерді қосылып тұр қазір. Міне, ана шықты қосылып тұр Фирдоустікілерді. Ана сеніп қалдыңыз, Сенбеймін шын. Ойбай, ренжімейші, просто пранк бақыма. Бұл төртінші пранк, енді үш пранкте мама ұсталып қалып отыр, енді төртінші пранк жасайын деп отырмын. Төртінші пранк қандай екен білесіздер ма, достар? Төртінші пранк, короче, қандай ғой? Зато жедерше типа неожиданно келді деймін де. Мама примерно тағы күтіп тұрады. Сондаған кезде, біз келмейміз ғой дейтін шығар. Кеттік. Мам, білесіз бе? Анақта күзетушілер бізге пранк істеп, сюрприз болып, біз үйімізге келе жатыр ғой. Қашан? Қазір, дәл қазір. Бізге сюрприз қылып қой, жүрсінші шығып. Я, маған айтты. Маған вообще айтқан жоқ қой. Сюрприз қылып келем деді ғой, жүрсінші. Я, уж келе жатыр. Қой, шынымен ба? Уже, андай, рахмет тағасында жүр. Уже келе жатыр. Айтып қалдым ғой. Мен күтіп жүретін едім ғой постоянно. Маған айтатын еді ғой. Келе жатыр, ашып көрсетші бар. Келе жатыр. Күте тұрыңыз сіз. Сіз анаяқты күте беріңіз. Примерно анаяқпен. Я? Турист емес, турист. Достар, мама сен қала берді. Күтіп отыр. Сандамайтын шығар қазір. Сандайында отырмын. Телефон көріп отыр. Интересно, қаншаға жүк күтеді. Так, мама. Күтіп тұр әлі ешкім. По сути, қазір күзетушілер ешкім келмейді. Өтірік айттым. Нақты ешкім жоқ. Мам, звондап көрсетші. Чугиста? Звондап көрсетші просто.
Звондап көріңізші. Мам, звондауыз ба күзет сообщениелерге? Гүлзатқа звондайшы, кеп қалды деп едің, әлі келмеді ғой ол. Дай, звондап көрсетші. О, Гүлзат. Қалайсыңдар? Жетіп қалдыңдар ма үйге? Үйге. Біздің үйге келеді деді ғой Әділет. Қалай Шымкенттесіңдер? Рахметте келе жатыр деді ғой, жаңа жүгіріп шықтым ғой, мен далада тұрмын ғой. Әділет, сен мені өтірік алдағансың ба? Иә. Жақсы Гүлзат, мына мені алдапты, бағанан бері план жасап отырмаған. Осы жолы алданбай деп ойлағам ғой мен. Сенбей отқам ғой, сөйтсем келатыр дегенге жүгіріп шықсам, жоқсың ба? Мама, уже 4-ші пранкқа сені отсыз. Иә, мен әптен пранк жасадым да бала. Хе. Иә, алданып қалдым. Жақсы. Мама, уже 5-ші, ой, 4-ші, либо 5-ші ма? Ренжіп қалдыңыз, ба? Болды, кешіріңіз. Достар, если осы видео ұнаса, лайк, коммент, подписка істеп, кетіңіздер, сау болыңыздар. Сау болыңыздар.